бүгін бізге қорқынышты ертек айтып бересіз бе? Иә, бірақ қызық ертек айтыңызшы. Жарайды балаларым, бұл ертегіні мен бала кезімде өз атамнан естігем. Оның аты Қасқыр мен Жеті лақ. Ертеде ешкі мен оның 7 лағы өмір сүріпті. Лақтары өте ширақ, ойнақтап мәз-мейрам болып жүріпті. Балаларым, мен орманға барып, сендерге жасыл жапырақ, жұпар шөп, бұлақ суын әкелемін. Бірақ есікті ешкімге ашпаңдар. Жоқ, ашпаймыз. Қасқыр ана лақтың кеткенін байқап, лақтарға барады. Балаларым, ашыңдар, аналарың келді. Жоқ, сенің даусың біздің анамызға ұқсамайды. Сен қасқырсың. Қасқыр ашуланып кетіп қалды, бірақ айла ойлады. Ыстық шай ішіп, бал жеп, даусын жіңішкертіп алды. Сосын диірменге барып, аяғын ұнға малып, аппақ қылды. Балаларым, мен келдім, ашып жіберіңдер. Тұяғыңызды көрсетіңіз. Иә, тұяғыңызды көрсетіңіз. Қасқыр есіктің саңылауынан аппақ тұяғын созып көрсетті. Анашым келді. Бірі қазанға тығылды, бірі көрпенің астына жасырынды, ал бірі перденің артына тұрды. Бірі дастархан астына кірді, тағы бірі жастықтың астына кірді. Ал ең кішкентайы үн шығармай кебеженің түбіне тығылды. Қасқыр асығып іздеді, бірін қазаннан, бірін көрпе астынан тапты. Барлығын қарнына тығып алып кетті. Тек ең кішкентайы кебежеде қалды. Балаларым, қайдасыңдар? Кішкентай лақ болған жайды анасына айтып берді. Ешкі жылап тұрып орманға қасқырды іздеуге шықты. Қасқыр ағаш түбінде қорылдап ұйықтап жатыр. Ешкі жайлап қасқырдың қарнын жарып еді, лақтары аман-есен секіріп шықты. Ешкі қасқырдың қарнын тастармен толтырып, қайта тігіп қойды. Қасқыр оянғанда шөлдеп, бұлаққа еңкейе берді де: Ай, бұлақтарды көп жеп қойдың ба? Қарным тойып кетті. Ауыр тастардан теңселіп, суға құлап түсті. Ай! Балалары анасымен қайта қауышып, шаттана ойнап жүрді. Рахмет, ата, маған қатты ұнады. Иә, өте қызық екен. Балаларым, ұмытпаңдар, ақыл мен бірлік жамандықты жеңеді. Бөтенге сенбеңдер. Ана жүрегі мейірім мен батылдықтың үлгісі.